Балалар, бізде қазір математика сабағы. Сабақтың тақырыбы разрядтан 2 рет аттап өту арқылы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмі. Сабақтың мақсаты 2 таңбалы, 3 таңбалы сандарды 1 таңбалы санға жазбаша көбейту және бөлу алгоритмін қолдану. Балалар, разрядтан 2 рет аттап өту арқылы жазбаша көбейту мен бөлуді біз білеміз, өрнектерді шығара аламыз баған түрінде. Ендеше балалар, 2 наурыз деп күн атауын жазайық. 2 цифрын барлық талаптарға сай жолдың соңына шейін жазып шығамыз. Жазып бітсек балалар, бірінші оқу тапсырмасына назар аударайық. Оқулықтарыңның 81 бетіндегі 2 тапсырманың 2 бағанын өз беттерінше шығарасыңдар. Ал 1 бағаны сендерге үлгі ретінде беріліптір. 324-ті көбейту керек 3-ке. Баған түрінде жазып алдым. Көбейту белгісін қойдым. Баған сызғышты пайдалана отырып қарындашпен сызамын. Көбейткенде балалар бірлігінен бастап көбейтем, білесіңдер. 3 пен 4-тің көбейтіндісі 12. 2-сін түсіремін. 1-і 10-дағы ойда. 3 пен 2-ні көбейтіндісі 6, ойдағы 1 мен 7. 3 пен 3-тің көбейтіндісі 9, жүздігін асына жүздігін, ондығын асына ондығын, бірлігін асына бірлігін жаздым. Мәні 972 екен. Енді көбейтуді бөлумен тексерем. 972-ні бөлемін 3-ке. Кәне балалар? Жүздіктен бастап бөлемін, бөлген кезде. Ендеше 9-ды бөлемін 3-ке. Жазамын 3-тен, тексерем 3 пен 3-тің көбейтіндісі 9, жүздігін астына жаздым. 9-дан 9-ды азайтам 0. Енді 10-дықпен көбейтем, яғни 7-ні түсіремін астыға. 7-ні бөлемін 3-ке, 2-ден тексеремін 2 мен 3-тің көбейтіндісі 6. 7-ден 6-ны азайтамын 1. Бірлікті қасына түстірем. 12 болды. 12-ні бөлемін 3-ке, 4-ден тексеремін 4 пен 3-тің көбейтіндісі 12. 12-ден 12-ні азайтсам 0. Мәні 324 екен. Яғни бұл өрнегім дұрыс. Міне балалар, сендер осы үлгіге назар аудара отырып, қалған 2 бағанын көбейтуді бөлуді көбейтумен тексере отырып шығарасыңдар. Жақсы балалар, ендеше 2 оқу тапсырмасына назар аударыңдар. Оқулықтарының 81 бетіндегі 3 тапсырманың 1 бағаны, ал 2 бағаны сендерге үлгі ретінде берілген. Балалар, бізге күрделі теңдеу берілген екен, Күрделі теңдеуді жай теңдеуге не істейміз? Айландырамыз. Яғни 1 есептеулерді орындап алады екенбіз. 900 азайтылған x тең болады 129 көбейту 4. Теңдігімнің 10 жағындағы 129-ды көбейтіп алам 4-ке, көбейтсем 516 екен. 900 азайту x-тен 516 күрделі теңдеуім жай теңдеуге айландырдып алдым ба? Енді баға шығару оңайырақ, балалар? Енді белгісі сан x-імді табам. X-імді табу үшін 900-ден алып тастаймын 516-ны. X-ім 384 екен. Астын қарындашты пайдалана отырып сызғышпен сызамын. 900 азайту x-тің орнына 384-ті қоямын. Тең болады 129 көбейту 4. Енді теңдігімнің 10 жағын және сол жағын тексеремін. 516 тең 516. Міне балалар, осы үлгіге назар аудара отырып, 1 бағанын өз беттерінше шығарасыңдар. Балалар, 3 оқу тапсырмасына назар аудара қойыңдар. Оқулықтарыңның 82 бетіндегі 4 тапсырманы шығару керек балалар. Яғни, өрнектер құрастырып жаз, олардың мәнін тап дейді. А әлсі сендерге үлгі ретінде берілген, сендер Б, В, Г, 3 бағанын өз беттерінше шығарасыңдар. 23 және 77 сандарының қосындысын 3 есе арттыр дейді. Яғни 23 пен 77-нің қосындысын не істеймін? Жақшаға алып аламын, оны 3 есе арттырамын. Яғни 3-ке көбейтемін. Бірінші жақшан үші орындалады, балалар? Яғни арифметик амалдарды бірінші жақшан үші орындалады. 23-ті ке қосам 77-ні 100 болады. 100-ді 3 есе 3-ке арттырсам, көбейтсем 300 болады екен, балалар? Міне, жаңағы қарындашты пайдалана отырып, қай амалда қандай не шығатынын төбесіне қарындашпен жазып отырыңдар, балалар? Екінші әсі 500 және
20 сандарының айырмасынан 25 және 4 сандарының көбейтіндісін азайт дейді балалар. Яғни бірінші 500 және 120 сандарының айырмасын жазып аламын азайту деп. Және 25 пен 4 санының көбейтіндісін көбейтіп алдым. Азайту керек, екі жақша. Яғни бірінші жақшамда 380 шығады, екінші жақшамда 100 шығады. 380-нен 100 азайтса 280 шығады. Міне балалар, бұсын, всын, гсын өз беттерінше шығарасыңдар, Тамаша балалар, сабағымыздың соңында сабағымызға кері байланыс беруді ұмытпаймыз. Үшлеп белгісін жазып жібергендерін, маған бәрі түсінікті болды дегендерін, бірлеп белгісін, бір сұрақ белгісін жазғандарын, әлде де сұрағым бар дегендерін, сұрақ белгісін жазғандарын, әлі де көмекті қажет етем дегендерін. Балалар, келесі сабаққа дайындаламыз.